Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге алманы қайнатпай-ақ пюресін жасап көрсететін боламын. Одан біз зефир, пастила және әртүрлі десерттерге, выпечкаларға қоссаңыз болады. Немесе жай ғана жей берсеңіз болады. Әсіресе кішкентай балаларға магазиндегі агушаның орнына жегізсеңіз болады. Егер сіздер зефирге қолданатын болсаңыздар, онда кез келген сорттағы алма жарай береді. Егер сіз електен өткізем десеңіздер, онда ішіндегі дәнін алмасаңыздар да болады. Өйткені алманың қабығының және дәндерінің құрамында пектин бар. Пектин дегеніміз желеге айналдыратын зат. Алмаларды мен үш жағын төменге қаратып қойдым. Духовкада 200 градус температурада пісіріп аламыз. Ориентировкамен 25-30 минут. Алмалар түгелдей жұмсарды. Оны аздап суытып аламыз. Суығасын ручной немесе ыдыс сияқты блендерге салып айналдырамыз. Егер зефирге қосатын болсаңыз, онда міндетті түрде електен өткіземіз. Ішіндегі ұсақ-түйек қабықтары кетпеу үшін. Бұл процесс көп уақытты алмайды, бар жоғы 5-10 минут кетеді. Енді пюреміз бөлме температурасында суытамыз. Сосын холодильникке қоямыз. Егер ұзақ уақытқа сақтайтын болсаңыз, онда целлофанға салып морозильникте сақтайсыз. Алма пюресі дайын. Келесі видеода зефир дайындайтын боламыз. Өткізіп алмаңыздар. Видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.